Құтты болсын. Гүлді кім берді? Қайтесің сен? Енді біліп жүрейік та туған әпкемізге гүлді кім берген? Айтпаймын дедім ғой, болды. Арман. Ондай нәрсені сұрауға болмайды. Ұят болады, есіңде болсын. Неміне тасыр түсір болып кетті? Айдан сен ба? Гүл беріп тұр, кім берді? Ой, әке, ондай нәрсені сұрауға болмайды деген ғой. Не болып тұнда? Не ғой? Бүгін бізде университетте қызық болды ғой. Бізге шетелден бір кісі келді. Лекция оқыды. Ол өте бай, миллионер кісі екен. Күнделікті ақшасын қайда жаратқан бәрін бақылап, түбіртектерін жинаған екен. Қызық, иә? Сонда не? Түбіртек жинағынан байып кетіп па? Енді күнделікті жаратқан ақшасын бәрін біліп отырған ғой? Жоқ, миллионер адам ба? Жоқ, жай бай адам ба? Айырмашылық болады, әйтсе бізде қазақта бір екі көлік болса болды, миллионермін деп шығады ғой. Жоқ, енді түрінен көрініп тұр ғой, өте бай кісі екен. Түбіртек жинағынан дейсіңдер ма? Не дейсіңдер сонда? Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Бүлбүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұраңыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз, қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Күләнда, кіріп кетші бері. Сағатбек. Күнделікті шығынды өстіп есептеп отырсам, миллионер болудың жолы алыс емес. Сәке, көріш тұрған бөлмеге кіруге ерініп телефон соққаныңызға жол болсын. Жайшылық па? Күләнда, отыр да тыңда. Мен не айтып жүрмін? Не үшін шырылдап жүрмін мен? Ойбай, үнемдеңдер. Сосын тәртіпке шақырдым. Кім қанша ақша жұмсайды? Түгел жазып отырыңдар. Жаңағы түбіртекті көрсетіп отырасыңдар деп мінекей. Алдың қайда? Қара. Саған айтып едім ғой алдың қайда? 342 мың теңге. Шығын. Ал мен шырылдап жатып мінекей бұлайда 284 мың болды. Сонда мінекей 58 мың теңге үнемдеппіз. Беш, сонда неге шығынды алып жатырмыз біз? Енді дұрыс қой. Барлығы үйге керекті заттар, балалардың оқу, пәтер ақы, артық ештеңе жоқ. Жоқ, дұрыс қой, ол пәтер ақы, азық түлігің, балалардың оқу өте дұрыс. Бірақ неше рет кинотеатрға бардыңдар? Бір айдың ішінде 4 рет тауға бардыңдар. Айттым, айына 1 рет барсаңдар болады. Неше рет өзің шаштаразға бардың? Шаштарыңызға бармаймыз. Қонақ күттік. Енді сөйтіп, кішкене үнемдеп, кинотеатрға да кішкене жиі емес, анда-санда. Оның үстіне сен анау көрпе жастығыңды ақшасын әкеп қостың. Оны қолға алу керек. Сонда мінекей 2 жылдың ішінде миллионер болуымызға болады. Әй, Сәке, сен бұғалтыр екенсің ғой. Бүйтіп есептемейтін едің ғой. Аяқ астынан не болып қалды? Оны енді Айдананың мұғалімі айтыпты. Бірақ өте дұрыс айтқан. Күнделікті кім қанша қаржысын жұмсады, қанша үнемдеді, қанша шығындалды есептеп отыру керек әр адам. Неғұрлым үнемшіл болса, тезірек баюға жол ашады. Түсіндің бе? Марғау. Жанатбек, Ау. бір жаңалық бар. Тыңдашы. Газ қоя тұршы, нан бітіріп тастайшы.
Бразилияның астанасы. Бразилияның астанасы қандай еді? Бразилия. Иә, сол Бразилияның астанасын айтамын. Бразилия. Бразилия деген ол мемлекет, Дина. Соның астанасы қай қала деп сұрап тұрмын мен сенен. Мен де соны айтып тұрмын. Бразилияның астанасы Бразилия. Айғайлама. Айғайламай-ақ, жай ғана айта беруге болады. Қазір, тұра тұр. Бразилия. Келді. Бразилия. Енді мен тыңдашы. Бір адам құсап сөйлесейікші. Ал, айтшы. Біз сөйлеспейміз ғой осы, иә? Айта бер. Өзіміз бөлек пәтерге шығайық. Бір үйде екі жанұя тұрған болмайды ғой. Бөлек шыққан несі? Не, бұл үйге сыймай жүрсің ба? Әлде біреу ренжітті ма сені? Жоқ. Не Ренжіткен болды? жоқ. Өз алдымызға өмір сүруіміз керек шығар біздің де. Қашанғы бірге тұра береміз? Жаным, мен сені жақсы түсініп тұрмын. Бірақ ертең біз бөлек тұратын болсақ қиналып қаламыз ғой. Арзанға біз пәтер таба алмаймыз, білесің. Өйткені қаланың бәрі толған, қазір студенттер, бәріне пәтер керек. Бәрі іздеп жүр. Арзан табатын болсаң, білесің ғой, қаланың сыртына шығып кетеміз ертең. Сосын қалаға қатынаудың өзі де қиын. Кішкене шыдай тұрсаң, өзіміздің мемлекеттік бағдарламамен алатын пәтеріміздің де несі кезегі келеді. Шыдай тұршы, жаным, кішкене. Сол арзан бағаға бір жақсы пәтер шығыпты. Менің құрбым бар ғой, Сандуғаш. Иә. Оның әпкесі бар, Хадиша апай дейтін. Сол кісі жұмыстан жоғарылап Астанаға көшіпті. Енді Өзінің бір бөлмелі пәтерін сенімді таныс адамға бергісі келеді екен. Негізі ол кісіні танимын мен, Хадиша апайды. Бір-екі рет көргенмін мен. Жақсы кісі. Сен ағамды сағынам десең, міне үйі жап-жақын. Жоқ, ол жақсы ғой. Бірақ оның бағасы да жақсы шығар. Қанша дейді сонда, айына қанша сұрап отыр? Сандуғаш айтты, егер сендер тұрсаңдар, 50 мыңға берем дейді. Негізі ондай пәтерлер айына 80 мың ғой. Негізі бұлай жақсы ұсыныс екен. Оны бірақ біз бөлек шығамыз десек, аға жеңгем ренжіп қалмай екен. Неменеге ренжиді? Өмір бақи бірге тұрмайтын шығармыз. Айданының да бөлмесі жоқ. Біз келіп алып алдық. Жарайды, оны мен Сағатбек ағама айтайын. Қашан көшіп бару керек екен ол үйге? Әке, мектептің мұғалімдерін жиналып есеп қабылдайын деп отырған директорлар ұқсап отырсыз ғой? Нағыз есеп беру енді басталады мінекей. Не болды әке, тыныштық па? Сен сүтті қойдың ба тоңазытқышқа? Ашып кетпесін, кеше қоймай Тыныш. Қой сол сүтті. Тыныш деп отырмын ғой. Мінекей, бұғалтыр болуды оңай емес екен, терлеп кеттім ғой. Құрметті жанұя. Мен сіздерді жинаған себебім, Айдананың бір ұстазы, бірақ өте дұрыс айтқан екен. Әр адам баласы өзің тапқан табысымен шыққан шығын есептеп отыру керек. Біздің қазақта да бар, үнемшіл болсаң кедей болмайсың деген. Сондықтан, соған қарап мен алдыңғы айдағы шығынымызды есептесем, 342 мың теңге жоқ. Жұмсалып кеткен. 342 мың теңге. О ақшаны қайда жаратқансыздар? Соны айтам, қайда жараттық? Білмейміз мінекей. Көрдіңдер ма? Қайда жараттың, қайда жараттың? Әке, енді біз білмейміз ғой оны. Әрине, өйткені бізде есеп болған жоқ қой. Ал сондықтан бүгіннен бастап, бүгін емес, тіпті қазірден бастап, әркім жұмсаған ақшаларыңа түбіртегін әкеп маған өткізіп тұратын боласыңдар. Мен есептеймін. Үнемдеуіміз керек. Сендер дұрыссыңдар. Сонда жынды адам ұқсап түбіртек жинап жүреміз о кәдімгідей? Оның не жындылығы бар? Ол жынды адамның қылығы емес. Қайта дұрыссыз. Осы бала кезінде де сағыздың қағазын жинаудан жалықпаушы едің ба? Оны ойнаймыз ғой оны бұлай. Бұл үнемшілдікке жолды дұрыс ұстау деген сөз. Әкелерің министр емес қой енді. Оң солды ақшаны шаша береді. Министр болмасаңыз да министрдің әңгімесін айтып отырсыз ғой. Бүгіннен бастап, тіпті қазірден бастап айттым ғой. Арман неге ақшаны жұмсады?
Айдана неге жұмсады? Күлән да, өзім де барлығының түбіртегін жинап жүреміз. Мен күнделікті кешке есеп қисап жасаймын. Қашанғы пәтерде тұрамыз. Егер тезірек әкелерің басында үй болсын десеңдер, өзіміздің жеке үйге қол жеткізгіміз келсе, кішкене әкелеріңді тыңдап, үнемшіл болғанымыз дұрыс. Болды, босыңдар. Онда мен қазір бір жерге барып келейін, апа? Жарайды. Бірақ ана барған жерінде түбіртегіңді алып келіп жүр, жарай ма? Аға, не істеп отырсыз? Қой, мына күнделікті жұмсаған ақшалардың бәрін есептеп, үнемдеп отырмасам, болмайды екен. Бұныңыз дұрыс екен. Айтпаса тегі, ақша қайда кетіп жатқан білмейміз. Дұрыс. Ақша деген су болып кетті. Мыңдап ақ береміз. Қайда жұмсап жатқанын ұқпаймыз. Мінекей. Сөйлесе аласыз ба? Бір әңгіме бар еді. Сөйлесе ма, айта бер. Не болып қалды? Тыныштық па? Қалай айтсам болады екен? Қалай айтқанда айта берсеңші, қазақшалап осылай. Түсінемін ғой. Мынау Сағатбек аға, қанатыңыздың астына алып, жас отбасы ғой деп қамқорлық көрсетіп жатырсыз. Енді Сен әңгімеңмен адам жылатайын деп тұрсың ғой, бір астына бір әуен қосып жіберсек. Айта берсің, жаңа тойдағы тілек айтып тұрған адам ұқсамай. Не болып қалды? Қазір біз бөлек бір пәтерге шықсақ па деген едік. Біреулермен ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ. Ешкім жоқ, бәрі жақсы. Енді бөлек шыққан дұрыс сияқты, оның үстіне мына Айдана мен Арман да өсіп келе жатыр. Өздеріне бір жеке бөлме керек дегендей. Бірақ енді көрдің бе, біз жетіскенімізден де пәтерде тұрған жоқпыз ғой. Мен саған көмек болып, сен маған көмек болып, қазір пәтер деген қымбат. Ертең бұлай шығып қиналып қалмайсың ба? Жоқ, қиналмаймын аға. Ол пәтер мына жақын жерде, алыс емес. Біздің Динаның құрбысының әпкесінің пәтері екен. Ол кісі Астанаға көшіп кеткен. Ол кісі мені жақсы біледі. Bir жақсылық жасағаным бар ол кісіге. О, мынауың жақсы ғой. Қандай көмек көрсетіп едің? Бір рет көшеде жолығып қалып, сол айтады, мына жақын маңда қай жерде дәріхана бар дейді. Соңғы мен айтқам, апай міне, ана тұр деп көрсетіп жібергем. Риза болып кеткен сол кезде. Содан кейін шығар арзанға беріп жатқаны. Енді айтады ғой, жақсылыққа жақсылық болып қайтады деп. Содан шығар деп ойлап отырмын өзім. Дәріхананы көрсетіп көмек жасап жердің бе? Көрсетіп жіберген ғой. Үлкен көмек жасапсың ғой. Онда әрине міндетті түрде арзанға береді. Ой, сенде. Енді бөлек тұрамыз деп жатсаңдар, сендерді ешкім ұстамайды әрине. Жас емессіңдер. Мүмкін ол да дұрыс шығар енді. Айдана, осы екеуміздің сөйлесіп жүргенімізді үйіндегілерің біле ма? Менің апам сезіктенетін сияқты. Арманнан басқа ешкім білмейді. Арман білсе, үйдегілердің барлығы біледі екен ғой, Мен оған ешкімге айтпай қош деп айтқам. Білмейді деп ойлаймын. Бағана сенің сыйлаған гүліңді көріп, біліп тұрса да, кім берді деп сұрап қоймай қойды. Сәл болғанда өзім айтып қой жаздадым да. Ал сенің апаң біле ме? Жоқ, білмейді. Рахмет. Дәмді? Даяшы! Мен сізді тыңдап тұрмын. Кешіріңіздер, сіздер доллар қабылдайсыздар ма? Жоқ, бізде доллармен қабылдамайды. Айдана, сен ендеше кішкене отыра тұрасың ба? Мен барып долларды айырбастап қайтайын. Қанша теңге жетпей тұр? 3,5 теңге. Менде бар, мен бере салайын онда.
Тидемді. Рахмет сіздерге, келіп тұрыңыздар. Рахмет. Ой, тұрайық. Әркім жұмсаған ақшаларыңа түбіртегін әкеп маған өткізіп тұратын боласыңдар. Ана бір аяқ киім. Дұрыс салдым. Міне. Жақсы, рахмет сіздерге. Біз ертерек барып жайғаса берейік. Ой, көшпей ақ осында тұра берулерің керек еді. Әбден сендерге үйреніп қалыппыз. Сендер кетсеңдер ішіміз пысатын шығар. Уайымдамаңыз жеңеше. Үй деген жап-жақ мына жерде тиіп тұр. Ысқырсаңыз жетіп келеміз ғой? Ой, бұл жаным-ау, мен ысқыра алмаймын ғой. Сөзін төркін түсінбейді ғой. Саған ешкім ысқыр деп жатқан жоқ қой. Жаңа ғана ысқыр деп айтты ғой. Саған ешкім ысқыр деп айтқан жоқ деймін. Дина, айтшы, ысқыр деп айтты ғой қазір ғана. Бір сөздің төркін түсінбейді екенсің. Саған ешкім ысқыр деген жоқ. Қойыңдаршы мына жүркем. Мен де бірге барайын. Жоқ, апа, өзіңіз бара беріңіз. Астында ана шеберханада жұмыстарым бар, сендермен бірге шығып келейін мен де. Ана ауыр емес паға? Жоқ. Тоқтаңдар. Апа, мен келдім. Келдің ба қызым? Не істеп жатырсыз? Көмектесейін бе? Жоқ, өзім-ақ үлгерем. Тез келдің ғой. Көп отырған жоқпыз. Үйде кім бар? Үйде ешкім жоқ. Арман дүкенге кетті. Жанатбек ағалар қайда? Айтпақшы, олар басқа үйге көшіп кетті. Көшіп кеткеніңіз не болып қалды? Ренжісіп қалған жоқсыздар ма әйтеуір? Жоқ, неменеге ренжісеміз? Енді олар да жас емес қой. Жеке тұрғылар келеді. Әкемнің ақшасын есептеп жүргенін көріп, жаман ойлап шығып кеткен жоқ па? Оны жаман ойлайтындай ол. Әкеңнің ол әңгімесін олар көрген де жоқ, естіген де жоқ. Әлде... Ой, арзан пәтер тауып соған көшіп кетті. Бірден сол айтпайсыз ба? Енді айтып жатырмыз ғой. Онда менің бөлмем босаған екен ғой. Жайғаса берсем бола ма? Әрине болады. Мен онда бара берейін. Кілтсізде ме? Иә, кілт менде. Қазір тұра тұр, екеуміз бірге барамыз. Әйтпесе миым ашып кетті, бар, үйге барайықшы. Кейін жасайын. Әке, не істеп отырсыз далада? Жаңа анау, Жанатбек ағаң мен Дина жеңгені шығарып салдық. Қайда? Үйлеріне? Үйлеріне? Өзіміздің үйге шығарып салдыңыз ба? Жоқ, өз үйлеріне. Көшіп кетті ғой. Қашан? Сен естімедің бе? Жоқ, естімедім. Ой, ұзақ әңгіме ол. Ой, әке, мен асықсыз емеспін. Айта беріңіз, мен тыңдай берем. Тыңдайсың ба? Иә. Жанатбек ағаң мен Дина жеңген көшіп кетті. Бөлек. Жақсы бір танысының үйін тауыпты. Динаның жақын құрбысының апайының үйі ма, бір бөлмелі пәтер. Бөлек тұрғысы келеді. Содан кейін көшіп кетті. Болды ма? Болды. Ой, мен сіз 1-2 сағат айтама деп отырсам. Оны 1-2 сағат айтуға да болады, былай да айтуға болады. Түбірдегі мағынасы осы ғой. Сен өзің қайдан келе жатсың? Мен дүкеннен келе жатырмын, апам мына заттарды алып келеді. Алып. Айтпақшы, түбіртекті алып жүрсіңдер ме жинап? Түбіртек. Мен тұр, әзіл ғой әке. Сондай да әзіл болған ма? Жүріңіз әке, ішке кірейік. Барам қазір, маған бітіре салайын. Жүріңіз, бірге кірейік та. Үй бара берсен, сен барам деп отырмын. Қайда жүрсің? Дүкеннен енді келдің ба? Әкем, мен сыртта әңгімелесіп кешіп қалдым. Бірақ айтқан заттарыңыздың барлығын алып келдім. Міне, қайтарым ақшасы. Түбіртегі қайда? Түбіртегі міне. Бірақ сүттің түбіртегі жоқ. Неге жоқ? Қолдың сүті ғой. Мынауың не? Сағыз алым. Енді мен бұны қалай әкеңге көрсетем, ол қабылдамайды ғой. Енді сағызға бола ұрыспайтын шығарсың.
Балам ау, тиыннан ақша құралады. Біз шығындардың бәрін есептеп миымыз ашып жатыр ғой. Ой, апа ойымды маңшы, әкеммен өзім сөйлесем. Таныспаңыздар бар ғой. Көмектесейін ба? Жоқ, рахмет. Мен бөлмеңде не істеп жүрсің? Күлкімді келтірмеші. Бұл менің бөлмем екенін ұмытып қалдың ба не? Қалай сонда? Алдында сенің бөлмең болды. Енді кезектесіп тұрайық та. Арман, босқа әуре болма. Бар, өзің бөлмеге бара ғой. Қонақ бөлмеге. Бармайм, өзің бар сол қонақ бөлмеге. Маған тыныштық керек, мен сабағымды оқуым керек. Сен кішкентайсың, сен сол жақта жатуың керексің. Ештеңесі жоқ, кезектесіп тұрсақ болады ғой Айдана. Қайқайламашы. Ей, не болып жатыр мына жерде? Не болып шамай жатсыңдар? Ошу. Мен бөлмем болу керек қой, әке. Кезектесіп тұруға болады ғой. Арман. Кішкентай емессің, түсінсеңші, қыз баланың жеке бөлмесі болу керек. Ақпеңді сыйласаңшы. Қыз деген қонақ қой. Қонақ болса, қонақ бөлмеге барып жатпай ма? Бөлек жатқың келіп тұрма. Біздің ақ бөлмеге жатшы, босат берек шешек екеміз. Енді сіздерге әңгімем жоқ, Айдана ғой бұл жерде. Менің бөлмем ғой. Әне, көрдің бе? Айттым ғой саған. Босқа әуре болып жатырсың. Осы үйде менің ақ әйтеуір орным жоқ. Жылайында жүрем. Мен бір асырап алған адам сияқтымын. Бірдеңе болса Айдананың жағдайын жасай береді. Арман, мен телефон қуаттағышын көрмедің бе? Алдымен бөлмеге келгенде рұқсат сұрап кіру керек. Бұл менің бөлмем. Арман, қойш, бұл бәрімізге ортақ қонақ бөлме ғой? Қонақ бөлме ма, қонақ бөлме емес пе, қызықтырмайды мен. Енді келерді есікті қағып кір. Мынау Айдананың шығындарының түбіртегі. Мынаған арастырма берек. Бұл бүгінгі ғой, Айдананыкі. Ал мынау Армандікі. Армандікі. Ой, Арманым. Қанша сауда жасаған? Мыналарың не? Құжат емес қой. Ой, жаңа Арманды дүкенге жібергем ғой. Жетсем сағы сатып алыпты да, түбіртегін алды ұмыт кетіпті. Сонан кейін дәлел болсын деп қағазын алып келген. Әбден ұрыстым. Мына құжат емес қой деп. Ендігер қайталанбайды. Жоқ, енді болды, болмайтын нәрсе енді балаға сонша шығармай. Бұл Армандікі, беріп қояйын. Дұрыс, әйтеуір артық шығынға жол беріп жатқан жоқсыңдар ғой. Міне көрдің ме, қандай жақсы болды. Алдыңғы айда қанша ақша кетті? Бұл айда кәдімгідей. Иә, мынау жақсы болды негізі. Болды, иә. Мен бірақ бас Айданады екен есептеп отырып. Айтпақшы, мынау Түркістанмен қайсың сөйлесіп жүрсіңдер? 2 сағат бойы? Мен сөйлестім, не болды? 2 сағат бойы кіммен сөйлесіп жүрсің? Әпкеммен, ұл болсын не сөйлестің? Енді дұрыс қой, бірақ енді айналайын 2 сағат бойы не айтасыңдар сонда? Енді Сағатбек, бармағалы көп болды ғой. Мен саған қанша айтып жүрмін, барып қайтайық деп. Өзіңде бір тегі апарып қайтайын деген ойыңа да келмейді ғой. Қайта рахмет айтпайсың ба? Осылай сағынышымызды телефонмен басып жүргенбізге. Жоқ, дұрыс қой, сағыныш басқаны жарайды енді. Сен телефонда ақшасын ойлап отырайық деген әңгіме ғой. Ой, тамақтың иісі шығып жатыр ғой деймін. Жақсы тамақ жасадың ғой, Құдай біледі, қарындашты. Дайын болып қалды, мен қазір бар. Иә, мейлі онда. Мынау бітті. Арманжан, тұр тамағымыз ішейік. Жоқ, ішпеймін, өзіңіз ішеңіз. Не болсаң, қыз бала ұқсап ренжіпті. Қыз болғанымда жақсы olur еді. Ең болмаса жеке бөлмем болатын еді. Айдана тұрды ғой. Енді мен тұрсам болады ғой. Балам, сен кішкене бұлай ар жағын кеңінен ойласашы. Айдана өзің туған жалғыз әпкең. Қыз бала жарт жұрттық дейді. Ертең тұрмыс құрып кетеді, теңін тауып. Әрбірден кейін ол шешең екеуміз де мәңгілік емеспіз. Үйдеген саған қалады ғой. Сонда біреудің үйін маған тастап кетіп бара жатсыздар ма? Тұршы тамағымыз ішейік.
Oo аға. Келдіңіздер ғой деп. Арман. Қалыңыз ғой аға? Жеңге қалайсыз? Ей, бірінші ер адаммен амандаспайды ма екен адам деген? Бірінші үйдің бірінші атаманымен амандасам. Мен ең жақсы көретін қайным ғой. Үйде кімдер бар? Үйдегілер бар, үйдегілерден басқа ешкім жоқ. Дұрыстап бір жауап бермейтіндей болыпты ғой. Сізге қалайсыз аға? Саламатсың. Ай, сендер көшкелді үйге келмейтін болдыңдар ғой. Жоқ, аға керек болмай қалды. Жоқ, аға керек қой, аға деген асқар тау ғой. Аға деген емес, әке деген асқар тау ғой. Қап мына баланы ай, аға, шынымды айтайыншы, жұмыс, қол босамайды бар ғой, қол тимей жүр. Өздеріңізде бір үй жаққа бір қонақ болып келіп кетпейсіздер ме? Мынау да бір ойнап жүріп арасында соғуды да білмейсің. Менде де жұмыс қой аға. Иә. Төретіндер жарайды жоңдар. Жоқ, оған бар ғой, асығып тұрмын, далада көлік күтіп тұр. Ана костюмды ұмытып кеттім ғой мен, соны алайын деп келдім. Bir жағынан амансайын деп. Бәсе әйтпесе келемін олар. Костюмды ма, қарайыншы мен. Кешкісін бір той бар еді. Аға, тойға аса болып барасыз ба, қонақ болып барасыз ба? Жоқ, бұл жолы қонақ болып барам. Сөйткеніңіз дұрыс ау, аса болғаныңыздан қонақ болғаныңыз дұрыс қой. Немейсің? Жоқ, іштегіміз кірсеңізші үйге. Кіріп, шай ішіп. Әке, мен асығып отырмын. Жиналысымызды тезірек бастайықшы. Енді толық жиналайық та қызым ау. Қайда жүрсің? Сені күтіп отырмыз ғой. Кешіріңіздер, асығамды кешіп қалдым. Ал, қымбатты жанұя. Мінекей. Басында қалай келістік? Барлығымыз кім қайда ақшаны жұмсап жатыр, сол жұмсаған жерден түбіртекті алып, маған өткізесіңдер. Мен күнделікті есептеп отырмын. Ал міне бір аптаның ішінде 73 мың теңге ақша жұмсалған. Бір аптаның ішінде, иә. Ал бейсенбі күні 25 мың теңгені кім жұмсады? Сен ба қызым? Бейсенбі күні? Иә. Жоқ, мен ол күні ешқайда шықпадым. Мен емес. Не, сен жұмсап жүрсің ғой 25 мың теңгені? Ой, жоқ, мен ондай ақша ұстамағалы. Мен қаншадамын? 16. 16 жыл болды ғой. Енді балалардан сұратпай-ақ жұмсасаң жұмсап едім деп неге айтпайсың Күранда сен енді? Үй, Сәке, мен жұмсасам жұмсадым деп айтамын ғой. Мен жұмсаған жоқпын. Мен қайда жұмсам, үйден шықпасам? Шөңді жұмсамадың ба бейсенбі күні? Онда қайда кетті ол? Бейсенбі. Мен... Ай, болды. Көлікті жөндеткен екен ғой мен. Ой, сізде. Ол... Анау да қатып қалған жігіт екен. 26 мың, аға 26 мың. 25 бітті. Бары сол дедім. 25-ке, ол 25-ні 44 қып қайтарам мен таксилет. Ол осындай пайдалы нәрсеге жұмсасаңдар болады. Міне. Өзіңіз екен. Ал жұма күні 10 мың. Кім алды? Жұма күнгі 10 мың теңгені. Ай, тұрыс, неге көріндікке мен өзім бердім, көріндікке өзім бердім. Міне, 4,5 мың теңге жоқ. Мен ау деймін. Мұғалімге сыйлық жасадым. Осы мұғалімдердің сыйлыққа тоймайды екен. Не, сыйлық жей ма сен? Енді торт сыйладым ғой, үйіне апарып жеген шығар. Әке, менің шығамын қанша болды, көріңші. Сенікі 6 күн сабаққа бердім, 1200 теңге ғой сенікі. Бәсе, мен адам баласының зияны жоқ қой, маған ауа болса болды, демалып жүре берем ғой. Сосын тоқта, ал мына ақша мінекей. Дұрыс, мен оны өзім қайта... Бәсе, ең көп ақшаны сен жұмсамасаң, біз ешқайда шығып жатқан жоқпыз. Жанармай деп жатырсың, құям деп, көлігіңді жөндеттім дедің, достарыңмен осы аптада 2 рет кездесіп тастадың. Оларда сол, мен қалай? Мен бірақ бір жағы ойлаймын, осы үнемдейміз деп тым майдаланып бар жатырмын ба деп қалдым мен. Айыр адамның өзің пейіліне қарай береді деген қойыңдар, сосы қалай жұмсап жатырмыз, солай ел қатарды жұмсап. Иә, емін еркін бүйтіп миллионер болғанша түбіртектерді өртеймін.